Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл сабақта біз TikTok-тан ақша табудың қандай түрлері бар, жалпы осы жайда тоқталатын боламыз. Негізінде Қазақстан бойынша TikTok-та просмотрға ешқандай да ақша төленбейді. Тек қана мысалы 100 000 подписчиктен асқаннан кейін сізде подарка беру деген нәрсе бар. Сол арқылы және де тікелей эфир 1000 подписчиктен кейін тікелей эфирге кіресіз. Содан да стримге шығып, содан да подарка алу арқылы ақша ала аласыздар. Негізінде TikTok-тан табыс табудың жолдары өте көп. Егер де сіздің лицоңыз бар болып, және де TikTok-ыңызды жақсы жүргізіп жүрген болсаңыз, онда сізге табыс табу қиынға соқпайды. Керісінше барлығы оңай болады. Енді мен табыс табудың жолдарына біртіндеп жеке-жеке тоқталып кетейін. Ең бірінші брендті жарнамалау арқылы. Ол дегеніміз енді әркім өзінің форматында немесе ол тапсырыс берудің ұсынысы бойынша видео түсіріп, соны салады өзінің парақшасына. Оған енді сілтеме қою, промокод, анау деген сияқты сондай нәрселері бар өзінің. Оны да процентке отырады, немесе ол брендтің несіне байланысты, жалпы не ұсынғанына байланысты, немесе ақша болуы мүмкін, болмаса бір тауар алу арқылы бартер деген сияқты сондай дүниелер болуы мүмкін. Промокодпен деген мысалы көп болып кетті қазіргі таңда. 1xbet деген сияқты, ол енді ода көп ақша береді, бірақ енді ол іс харам іс болып саналады. Сол үшін де басқа да жолдар көп. Енді мысалы магазиндерге, киім дүкендеріне рекламалар жасап жатқандар бар, тамақ дүкендерінде, басқа да заттарға, соларға реклама жасап ақша тауып жатқан блогерлер, тиктокерлер өте көп. Сіз де осылай жасай аласыз. Ол үшін сізге бірінші брендіңізді, өзіңіздің лицоңызды дамыту керек, соған көп жұмыс жасау керек. Келесі, басқа да тиктокерлерді жарнамалау арқылы, мысалы енді шығып жатқан блогерлер, тиктокерлер болса, солармен бірге дуэт түсіру арқылы, солардың сілтемесін белгілеу арқылы, сол арқылы табыс табуға болады. Келесі, тікелей эфирден табыс таба аласыздар. Ол дегеніміз 1000 подписчиктен кейін тікелей эфир қосылады. Сол жерде стримге кіріп, басқа адамдармен бірге жарысып отырып, немесе сіздің оқырмандарыңыз сізге подарка жіберіп, сол подарканы ақшаға айналдыруға болады. Ең кемі $10. $10-дан кейін барып ала аласыздар. Келесі, аккаунттар жүргізу, мысалы блогерлердікін, магазиндердің аккаунттарын. Енді ол жерде сіздің ақпатыңыз, мысалы 1 миллионға апарып беретін болсаңыз, ол жерден сіз жай 500 000 мен 700 000 теңге аралығында ақша сұрай аласыздар. Одан кейін тауар сату арқылы, мысалы өзіңіздің бизнесіңіз болса, бір заттар сататын болсаңыз, соны TikTok-қа салып, TikTok арқылы реклама жасап, TikTok арқылы сатсаңыз да болады. Келесі, инфо өнім сату. Ол дегеніміз мысалы таргетологтар өзінің білімін сатады, мобилографтар, ютуберлер жалпы өзінің білімін сату арқылы, немесе өзінің курстарын сату арқылы ақша табуға болады. Келесі, әнді жарнамалау арқылы. Ол енді өзіңіздің аудиторияңыз болатын болса, әншілер, жалпы енді шығып жатқан басқалар бар, жаңадан ән шығып жатса, сол тиктокерлерге беріп жатады қаншама әншілер. Солар билеп, өзінің форматында ән айтып, басқа істеп әнді жарнамалап жатады. Енді ол жерде брендтің ақшасына қарағанда шамалы төмендеу болуы мүмкін, бірақ егер 1 миллион қаралым жинайтындай болып жатса, 200 000, 500 000 теңгедей сұрай аласыздар. Келесі, сценарий жазу арқылы, мысалы магазиндерге, басқа брендтерге, блогерлерге, өзіңіздің енді жалпы трендті көп көріп, жалпы біліміңіз, ол жағынан біліміңіз көп болып жатса, сонда сценарий жазу арқылы да жақсы табыстар таба аласыз. Келесі, видео түсіру, лицо болу арқылы, яғни мысалы бизнестерге, кәсіпкерлерге, басқа да бір магазин дүкендеріне, соларға лицо болу арқылы, мысалы көбіне кәсіпкерлер бір тиктокер қыздарды іздеп жатады. Мысалы, олар тартымды, бір әдемі болғаннан кейін, мысалы, клиенттерді тарта білгеннен кейін сондай қыздарды іздеп жатады. Мысалы, кейбір спорт тауарлары бар, жігіттерді іздеп жатады, киімді киіп суретке түсетін, видеоға түсетін, жалпы сондай бір лицо болу арқылы жақсы табыс табуға болады. Келесі, жеке сабақтарыңызды, өзіңіздің жеке консультацияларыңызды сату арқылы, мысалы, өзіңіздің салаңыздағы аудиторияларды жинап, соларға өз сабағыңызды сату арқылы. Және де жақсы танымал болып лицоңыз қалыптасып жатса, сізге андай видео құттықтау арқылы да табыс табуға болады. Мысалы, қазір көп шығып кетті ғой, Мұрат Әбділда деген сияқты, солардың өзі де туған күнге видео құттықтап бір ақша тауып жатыр. Сол сияқты сізде видео құттықтау арқылы табыс таба аласыз. Жалпы реклама берушіні қайдан табамын деп айтып жатады кейбір кісілер. Оған енді бір Instagram чаттары бар, WhatsApp чаттары бар, Telegram боттары бар сондай. Және де хэштегтер бар. Әсіресе TikTok-тағы челлендждерді көп қараңыз, солардың астында хэштегтері болады, басқа болады. Және де
өзіңізге жеке портфолио жасаңыздар, сол портфолиоңызды жасап, әртүрлі магазиндерге жіберіңіздер, блогерлерге жіберіңіздер. Жалпы сол арқылы өзіңізге реклама берушіні тауып аласыздар. Жарнама беруші сізді оңай іздеп табу үшін, сіз деген TikTokта қызықты әрі контентті жақсы жүргізуіңіз керек, және де сізді іздеп табу оңай болу керек. Мысалы, таргетологсыз ба, таргетологқа байланысты нәрселер жазып қойып, мобилографсыз ба, соған байланысты нәрселер жазып қойып, описанияның барлығын дұрыс толтыру керек. Астыңғы жағына сілтемеге де өзіңіздің инстаграмыңыздың, ватсабыңыздың жалпы барлығын өте әдемі қою керек, және де визуалда әдемі болу керек. Мысалы, сіздің обложкаларыңыз барлығы аба деген сияқты барлығы өте әдемі болып тұру керек. Және де хэштегтер, міндетті түрде хэштегтер қойылу керек. Мысалы, ол сіздің салаңызға байланысты болуы мүмкін, ол сіздің атыңызға да байланысты. Мінекей біз TikToktан табыс табу жолдарын білдік. Уже біз сабақтың соңына да жеттік. Сіздерге сабақ бәрі түсінікті деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен барлығын оқимын, немесе описаниеге өзімнің даныйымды тастап кетемін. Сол жерге кіріп жазсаңыздар да болады. Мен барлық сұрақтарға жауап беремін. Олай болса, видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, маған қолдау білдіріңіздер. Олай болса, келесі кездескенше сау, сәлематты болыңыздар.